Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз қосымша сабағымызды бастаймыз. Қосымша сабағымыз деп алдыңғы сабақта айтып өткенмін. Сіздерге оңай әдіс түрі, яғни бастапқы үйреніп жүргендерге мына екі қатарды дәл сол мен үйреткен сабақтардағыдай құраймыз. Содан соң жоғарыға галочка, сызықша, нүктені де құрастырамыз. Содан крест жасап аламыз, яғни қосу таңбасын сарыдан. Содан соң ары қарай, яғни дұрыс қосу таңбасын жасау деген бұл сабақтың атын сөйтіп атайық. Яғни дұрыс қосу таңбасын жасау. Яғни ол не деген сөз? Яғни мына сары қабырғалар орталықпен сәйкес тұру керек. Мысалға, мына жерде дұрыс емес. Яғни оны қалай жасаймыз? Бірінші мына этаптан өткеннен кейін, құрастырып болғасын, қосу таңбасын шығарғаннан кейін текшемізді айналдырып, сәйкес көк түсті, мысалы көк түске қоямыз. Немесе қызылды осылай айналдырып, кез келген бір түсті айналдырып қараймыз. Яғни түсін табамыз. Бізде қазір барлығы орындарына келіп тұр. Осындай да жағдай болуы мүмкін. Барлығы өз орнына келіп қалуы мүмкін. Міне, барлығы келді. Енді құрастыру барысында қосу таңбасын жоғарыға жасап болғаннан кейін біздің текшеміздің түстері мына сары түспен, мысалға қызғылт сарыны алайық, немесе жасылды алайық. Келтіріп көрейік бірінші. Міне келді. Мына жерде келмей тұр. Мына жерде келіп тұр. Ал мына жақта келмей тұр. Яғни біздің дұрыс қосу таңбамыз шықпай тұр деген сөз. Тек біздің мына екі қабырғамыз шығып тұр. Міне көк түспен көк түс сәйкес сарының, және қарама қарсы жасыл түсіміз келіп тұр. Мына қызғылт сарымен қызыл тұр, мына жерде қызылмен қызғылт сары келмей тұр. Яғни ондай жағдайда осындай жағдай болады. Және бізде мынандай жағдай болады. Осылай айтып, жаңа айналдырып қараған кезде қызыл түсіміз келіп тұр, жасыл түсіміз келіп тұр. Мына жақта екі түсіміз келмей тұр. Яғни бізде екі түсіміз келіп тұр, екеуі келмей тұр. Ал мына жағдайда міне қарама қарсы түстер келмей тұр. Енді мына жағдайдан бастап көрейік. Екі түсіміз жақын орналасқан түстеріміз келіп тұрса, міне екеуі. Ондайда біздер мына сары түсті, сары қосуды жоғарыға ұстаймыз. Мына келіп тұрған түспен мына екі түсті оң жаққа және артына ұстаймыз. Сонда міне дұрыс бағыты осылай. Осылай Рубик текшесін ұстаймыз. Және алдыңғы сабақтарда болған балық, яғни рыбка әдісін орындаймыз. Ол былай болады. Яғни осылай ұстадық. Алгоритмдерін экран бетіне шығарып қоямын. Жаттап алыңыздар. Оң, жоғары, оң кері, жоғары, оң, жоғары екі рет, және оң. Міне осы алгоритмдерді орындаған соң, енді тағы да жоғарды бұрып қараймыз. Барлық түстеріміз орнына келді. Яғни бұл дұрыс қосу деп аталады. Міне. Енді екінші жағдайымыз. Екінші жағдайымызда біздің түстеріміз қарама қарсы келіп тұр. Міне көк түспен жасыл түсіміз, ал мына қызыл түсімізбен қызғылт сары түсіміз екі жанында тұр. Келмей тұр. Дәл осылай ұстаймыз Рубик текшемізді. Міне келіп тұрған қарама қарсы
түстердің біреуін өзімізге қаратамыз, яғни алдына қоямыз. Және тағы да балық рыбка әдісін орындаймыз. Бастайық. Оң, жоғары, оң кері, жоғары, оң, жоғары 2 рет және оң кері. Міне, орындап болдық. Сосын түстерді орнына қоямыз. Яғни бізде мынандай жағдай шықты. Жаңа қарама-қарсы бағытта тұрғанды орындаған кезде осылай қойып, біздің рубик текшеміз мынандай қалыпқа келеді. Екі жақын түстеріміз орналасады мынандай болып. Екі түсіміз келмей, оны тағы да міне келіп тұрған түсімізді артына және екінші келіп тұрған түсімізді оңымызға қоямыз да қайтадан рыбка әдісін орындаймыз. Оң, жоғары, оң кері, жоғары, оң, жоғары 2 рет және оң кері. Енді сосын жоғары тағы да. Енді қараймыз. Қызыл түсіміз келді, көк түсіміз келді, қызғылт сары және жасыл келді. Міне, сонда біздің правильный крест деп жаңа YouTube арнасында орыс тілді каналдардан көрсеңіздер, соны айтып жатады. Правильный крест деген осы міне. Яғни дұрыс қосу таңбасын жасадық. Сары түстен. Көрдіңіздер ғой. Бұл әдіс рыбка, яғни балық әдісі арқылы жасалады. Енді біздер келесі сабақта, жаңа біздер қабырғаларды қойдық қой міне. Келесі сабақта мына бұрыштарды орындарына қоятын боламыз. Рахмет тыңдағандарыңызға, видеоны қарағандарыңызға. Менің арнама жазылып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.